ракурс дұрыс та. Так, сонымен жігіттер, байқаған шығарсыздар, анықталу облысы x-ке қатысты x-ін қабылдай алатын мәндердің жиынтығын біз функцияны анықталу облысы деп айтамыз. X ол тәуелсіз айнымалы, яғни аргумент. Ал тәуелді айнымалы, яғни функцияның y-ін қабылдай алатын мәндердің жиынын біз мәндер облысы деп айтамыз. Бүгінгі тақырыбымыз сол мәндер облысы, яғни бүгін біз y-ді зерттейтін боламыз. Біз уже x-ті зерттеп қойдық, бірінші функцияның ең бірінші тақырыбы анықталу облысы кәдімгі теңсіздік шығарғандардың есебінде шығады. Енді мәндер облысын қарастырамыз. Мәндер облысы бұл бізде былай. Ең бірінші мысал ретінде кәдімгі қарапайым бір сызықтық функцияны қарастырайық. Y тең 2x қосылған 7 деген. Мына сызықтық функциямыз біздің бұл жерде x минус 60 плюс x любой санды қабылдай алады. Сондай-ақ y те минус 60 плюс x кез келген санды қабылдай алады. Сондықтан бұл жерде мәндер облысы бізде айтпақшы былайынан жазылады. Анау dx болса бұл y болады, мәндер облысы. Y кез келген минус 60 плюс x кез келген мәнді қабылдай алады. Бұны басқаша тағы қалай айтуымыз мүмкін еді, кім айтады маған? Тең емес, y тесілі r-ге деп айтамыз, y тесілі r-ге. Немесе y кез келген санды қабылдай алады деп келуі мүмкін. Қатаң деген нәрсе. Енді минус 60 плюс x болғаннан кейін бұл жерде не жоқ қой? Ондай нәрсе жоқ, жақшаға қатыспайды. Минус 60 плюс x бүкіл санды қабылдана береді. Бірақ осыған сәл шектеуді кейде былай беруі мүмкін да. Екінші мысал ретінде былай болсын. X бізде минус 7 мен 4-тің аралығында жатқан кездегі y-тің жататын аралығы, яғни мәндер облысын табыңыз дейді. Яғни қандай да бір шектеу берілетін болса, онда y-тің мәндерін табу қиын емес. Бірінші не істейміз? X-ің орнына минус 7-ні қою арқылы есептейік. 2 көбейтілген минус 7 қосылған 7, яғни нерге минус 7-ні қоямыз. Яғни ең шеттің мәні. Минус 7 болады, дұрыс па? Енді ана 4 қойық, келесі оң жақта шеткі мәні. 2 көбейтілген 4 қосылған 7 тең 15 болады. Яғни бізде мәндер облысы жатады екен минус 7 менен 15-дің арасында болады екен. Басында тік жақша болса, кейінде тік жақша болады. Жай болса, жай болса. Ойын түсінікті болды ғой, сұрақ жоқ. Кеттік арғай. Әңгімені шамалы күрделендіреміз. Қалай? Бөлшектік болып келетін болса функция. Яғни y тең 5x қосылған 1, 4x азайтылған 3. Осы функцияның мәндер облысын тап деп келді. Так, бұл жерде анықталу облысымен шатасып кетпейміз, бізге мәндер облысы керек. Сондықтан біз былай қыламыз. Қазір мына бөлуді тура бір кері функция тапқан сияқты боламыз ғой қазір. Мынау бөлу мына жаққа көбейту өтеді. Y көбейтілген 4x минус 3. 5x қосылған 1 болады. Так, мынау 4x y азайтылған 3y тең 5x қосылған 1. X-тердің бәрін бері бетке, x еместерді ары бетке жинаймыз. Яғни 4x y азайтылған 1, то есть 1 емес, 5x деген. 5x, сосын 1 қосылған 3y болады, дұрыс па? X-ті жақшан сыртына шығарып жіберетін болсам, 4y азайтылған 5, 1 қосылған 3y. Ары бетке бөлу болып жүреді, 1 қосылған 3y, 4y азайтылған 5. Енді кері функцияны табу барысында дәл осыған дейін келіп, x пен y-дің орнын ауыстырып жіберетін едік, бірақ біздің қазір істейтін нәрсеміз мынау. Біз x-ті y арқылы өрнектедік та, енді осының астындағы жерге назар аударайық. 4y азайтылған 5 көріп тұрсыңдар да. 4y азайтылған 5 бөлшектің бөлімі ешқашан 0-ге тең бола алмайды. Түсінесіздер ғой? Значит, 4y минус 5 тең емес 0-ге, 4y тең емес 5-ке, y тең емес 5 бөлінген 4-ке. Сонда біз y-тің қандай санды қабылдай алмайтындығын біліп алдық. Ол 5 бөлінген 4, яғни 1/25 қабылдай алмайды екен. Үстіңіне мән бермейміз, өйткені y любой санды ол жерде қабылдай береді. Астында именно осындай жағдайға келді. Демек, y тек осы санды қабылдай алмайтын болса, онда біз айтамыз, мәндер облысы бізде давай мен мына жаққа сыйдырып жүрмін осыны. Мына есептің мәндер облысы y минус 6-тен 5 бөлінген 4-ке дейін
сәл былай шеттен алсам. Яғни мәндер болса минус шексіздіктен 5 бөлінген 4-ке дейін 5 бөлінген 4-тен плюс 8-ге дейін болады. Түсіндіңдер ғой, ары қарай тағы қалай берілуі мүмкін, басқаша формада оны алдыңғы анықтау облысында айтқан идея сияқты түрленіп келуі мүмкін, бірақ басты негізгі идеясын түсіндіріп бердім. Сұрақ бар ма жоқ па мынаған байланысты? Ары қарай кеттік. Бөлшектен бөлек енді мынандай идеялар келуі мүмкін. Модульмен келетін ситуация. Y тең мысалға 4x қосылған 5 азайту 3 деп кезін мысалға. Осы функцияның мәндер облысын табыңыз деп келуі мүмкін. Енді осындай жағдайда мынау модульдің жалғыз өзін қалдырамыз да минус 3-тен бетке қарай өткізейік. Y қосылған 3 тең модульде 4x қосылған 5. Не үшін модульдің жалғыз өзін қалдыратын? Жақсы ойлайық. Модульден әрдайым қандай сан шығатын еді бізде? Әрдайым оң сан шығатын еді, дұрыс па? Модульден әрдайым оң сан шығады. Ең өлдім дегенде 0 шығады. Сондықтан мынаның мәні 0-ден үлкен оң сан немесе 0-ге тең болады. Мынадан теріс саны шығу мүмкін ба? Мүмкін емес. Онда оған тең болып тұрған мынау y қосылған 3-імізде әрдайым оң сан болады немесе 0-ге тең болады. Бірақ теріс сан болуы мүмкін емес. Сондықтан арғап плюс 0-ге минус 3 өтетін болса, демек y-дің мәні минус 3-ге тең немесе одан үлкен болады екен. Мәндер облысы дайын бізде, сонда y тең болады минус 3-тен бастап плюс 6-ге дейін болады екен. Мына функция мәндер облысы минус 3-тен бастап плюс 6-ге дейін болады екен. Түсіндіре алдым ба ойымды? Сұрақтарыңыз байқасаңыздар көрдіңіздер ғой, y-пен жұмыс істеп баратырмыз. Баратып y-пен жұмыс істеп кете береміз. Так, енді келесісі. Дәл осы нәрсе бізде түбір күйінде келуі мүмкін. Түбір күйінде келетін болса, ол қалай? Мысалға 7x қосылған 2 қосылған 4 дейік мысалға, я? Квадраттық түбір. 4-ті бер бетке лақтырдық. Бұл осындай. Так, y азайтылған 4 тең, мынадан әрдайым 0-ден үлкен немесе тең сан шығады. Демек, y минус 4-ті де біз 0-ден үлкен немесе тең дейміз. Y үлкен немесе тең 4-тен, демек 4-тен бастап не екен? Плюс 6-ге дейін болса екен. Жетті ме ойын? Мәндер болса. Арқарап, дәл осының үшінші формасы бар, ол дәрежемен келетін көрсеткіш функция. Яғни y тең, мысалға 5-дің 2x қосылған 6 дәрежесі қосылған 8 деп айтайық мысалға. Яғни x деген айнымалымыз дәрежеде жүретін болса, яғни бұны көрсеткіштік функция деп айтамыз біз. Плюс 8 на бетке минус 8 өтсеміз қарау. И 5-дің 2x қосылған 6 дәрежесі. Даже ол былай да келуі мүмкін, бірақ ол ешнәрсе өзгертпейді, короче. Всегда дәрежеден басқалардың бәрін на бетке өткіземіз де, енді тыңдамен. Біз кері функция тауып отқан жоқпыз қазір, кері функцияны шатастыра алмаңдар. Біз қазір мынаны түсін, сен 5-дің мына x соңына сан қойғанда қандай да бір дәрежесі шығады, дұрыс па? 5-дің қандай да бір дәрежесі, ол оң дәреже болуы мүмкін, ол теріс дәреже болуы мүмкін, ол 0 дәреже болуы мүмкін. Енді сендер мына нәрсеге келісесіңдер ма? 5-дің кез келген дәрежесі оң сан шығады. 5-дің оң дәрежесі де оң сан шығады, 0 дәрежесі де оң сан шығады, теріс дәрежесі. Яғни даже 0-ге де тең боламайды. 5-дің қандай да бір дәрежесі 0-ге де тең болуы мүмкін емес. Теріс болуы да мүмкін емес, 0-ге де тең болуы мүмкін емес, тек қана оң сан шығады. Дәлелдеп көрсетейін. Мысалға 5-дің 2 дәрежесін алайық. Ол бізде 25. Келісесіз, 5-дің 1 дәрежесі ол бізде 5-ге тең. Қара, азайтып баратын. Мысалы 5-дің 2-ден 1 дәрежесі десек, мысалы ол түбір астында 5, яғни жоқта болсам 2,3 болады. Мысалға 5-дің 0 дәрежесі, даже 0 дәрежесінің өзі 1-ге тең болады, оң сан болады. Ары қарай 5-дің мысалы минус 1 дәрежесі, ол 5-тен 1 болады. Бұл да оң сан. 5-дің минус 2 дәрежесі, мысалы 1 бөлінген 25 деген сияқты кете береді. Яғни 5-дің кез келген дәрежесі, оң дәреже болсын, теріс дәреже болсын, 0 дәреже болсын, оң сан шығып жатыр. Яғни мынадан әрдайым не шығады екен бізде? Оң сан шығады екен. Одан мынадан да әрдайым оң сан шығады, оған тең болып тұрған. Сондықтан y минус 8 бізде 0-ден үлкен болады екен, ә? Түсіндіре алдым ба ойымды? Y үлкен болады 8-ден, жай жақша 8-ден бастап плюс 6-ге дейін болса деген. Жетті ме ойым? Яғни мына үшеуі бір-бірімен ұқсас ситуация екен. Тек мына модульмен түбірде біз 0-ден үлкен немесе тең деп аламыз, ал мынау ненің ситуациясында 0-ден үлкен деп алады екенбіз.
Сұрақ бар ма жоқ мынаған байланысты? Жоқ, ары қарап жалғастырамыз. Кеттік. Енді келесі былайша айтқанда мәндер облысының ең тақырыптың тәтті жеріне келдік былайша айтқанда. Ол бізде дискриминант арқылы шығаратын квадраттық функциялар екен. Квадраттық функциялар немесе квадраттық функцияларға келтірілетін ситуациялар. Қазір бұндай есептер айтайын ба, қайда нешінші есептен басталады? 10-шы есептен басталады да менше мына кітапта ескі версиясы екен да, 22-ші жылғы версия екен, 4 жыл бұрынғы. Кімнің лестегіден жібере салым керек есептерді. Сәл кішкене есептер алмасқанда оңайлы болып ше. Түсіндіремін. Так, сонымен есептердің арасынан давайте бәріміз 11-ші есепке қараймыз. Бір. Анау просто 30 мен 35-дің арасындағы есептер анада күрделеніп кеткен, анда сәл жеңілдеу да. Так, мына 2x квадрат жоқ ау шамасы не? 11-де x квадрат немесе x квадрат бар. Так, қараймыз. 11-ші есепте біздің берілген мынандай болып тұр. Марлен егер ұйқың келіп отқан болса, бар да ұйқыңды ашып келе сал. Смысл жоқ бұл видео отырғаннан. Келсіз қой? Қайсың болса? Просто мен сабақ өтіп жатамын, ұйықтайсыңдар, атмосфера құртасыңдар ше. Тақырып өту керек болған кісілерге айтатын. Кеттік. Былай қыламыз. Y всегда мына жаққа қарай өтеді. X-тің квадраты азайтылған 2x қосылған 10 азайтылған y тең нөлге. Түсіндіңдер ма? Y-ті былай қарай өткізетін болсам, Y тұратын жақта 0 қалады, басқа ешнәрсе қалмайды демек. Енді бұл жерде біз мына 10 минус Y-ті біз квадраттық теңдеудегі с-ның рөліне аламыз. Мынау b-ның рөлінде тұр, а енді 1-ге тең болып тұрған былайша айтқанда. Сөйтеміз да дискриминант табамыз. Дискриминант ол бізде дискриминант тең мынау минус 2-ні квадраттаймыз, азайтылған 4 еселенген жерде 1 бар, с-ның рөлінде бізде 10 минус Y бар. Түсіндіңдер ғой? Енді мына теңдеу бізде шешілу үшін, шешімін табу үшін, квадраттық теңдеу ғой енді, шешімін табу үшін бізде бұл жерде дискриминанттың мәні, бұл теңдеудің дискриминанттың мәні 0-ден үлкен болу керек, немесе 0-ге тең болу керек. 0-ден үлкен болса 2 түбір болады, 0-ге тең болса 1 түбір болады, 0-ден кіші болуға болмайды. Сондықтан мен дискриминантты, яғни мынаның бәрін мен 0-ден үлкен деп алуым керек. Минус 2-ның квадраты 4, азайтылған 4 еселенген 10 азайтылған y 0-ден үлкен немесе тең. Көрдіңдер ма? 4 мына бетке өткізіп жіберемін. Минус 4-ке өтеді. Сосын мынау минус 4-ні бөлуге өтеді. Теңістік белгісі қарама-қарсы қарай ауысып кетеді. Минус 4-ке бөлген үшін 1 болды. 10 мына баратын болсам минус y кіші немесе тең 1-ден 10-ды алсам минус 9 болады. Мынаны минус мына қарай лақтырып жіберемін, тағы қайтадан өзгеріп кете салады деген. Y 9-дан үлкен немесе тең 9 деген жағдайға келдік. Демек 9-дан бастап плюс x-ке дейін болса деген. Ойым түсінікті болды ма? Сұрақ жоқ қой. Мына квадраттық теңдеудің шешімі болу үшін, бұл квадраттық теңдеуде қазір біз дискриминант арқылы тапқан кезде дискриминанттың 3 түрлі жағдайы болады. Бірінші жағдайы 0-ден үлкен жағдай, ондай жағдайда 2 түбір болады. Екінші жағдай 0-ден 0-ге тең болатын жағдай. Ол кезде түбірдің 1 түбір болады, квадраттық теңдеудің. Үшінші жағдай 0-ден кіші болып қалады, ол кезде шешім болмай қалады. Яғни дискриминанттың мәні теріс болып қалатын болса шешім болмай қалады да, сондықтан шешімі болу үшін 0-ден үлкен немесе тең деген шартты қоямын әрдайым. Ойым түсінікті болған шығар мына жерде. Мәселен 10-шы есепті сендер көріп сәл необычный деп ойлап қалуың мүмкін, бірақ ешқандай необычный емес. Мәселен y тең 2x квадрат қосылған 8 бөлінген x квадрат. Так, x квадрат былай көбейтіледі. X квадрат былай көбейтіп жібереміз деп ойлайық та жігіттер. X квадрат y 2x-дің 4 дәрежесі қосылған 8. Яғни x квадрат екеуіне көбейттім да, ортақ бөлім беріп, типа ортақ бөлім берген сияқты астын түсіріп тастадым. Жоқ, мына астындағын мынаған көбейтіп жібердім, түсіріп тастадым. Енді мыналарды мына қарай өткізіп жібереміз да, сонымен 2x-дің 4 дәрежесі азайтылған x квадрат, x квадрат y x квадрат разницасы жоқ. И қосылған 8 тең 0 дедім. Мынаны мына бетке қарай өткізіп жібердім. Байқадыңдар ма?
Енді тыңдаңыздар. B квадраттық теңдеу дұрыс айтасың, бірақ бізге бұл жерде оны айнымалы енгізіп қайтадан тауып отырудың түкке қажеті жоқ. Бұл жерде кәдімгідей дискриминант тауып кете береміз. Дискриминант мынау бұның рөлінде минус y тұр ғой, байқап жатсың ба? Минус y-дің квадраты азайтылған 4 еселенген, а-ның рөлінде 2 тұр, с-ның рөлінде 8 тұр. Түсіндіре алдың ба? Дискриминант бізде минус y квадрат минус 4 2 бөлген 8. Мына екеуіне қарап жақсылап мән беріп қараған адам мына нәрсені түсінеді. Сенің y-ің с-ның да рөлінде жүре береді. Бұның да рөлінде жүре береді. Кей кездерде вообще-то а-ның рөлінде жүре береді. Қатып қалған нәрсе жоқ. Қай жерде жүр, сонымен алып кете бересің. Дискриминанттың ережесіне, қағидасына сүйен. Түсіндіре алдың ба ойынды? Енді мына минус y квадраттан y квадрат, мына менде минус 64, нөлден үлкен немесе тең деп аламыз. Түсінесіздер, иә? Әрдайым дискриминант нөл. Енді мынаны ары қарап теңестіретін болсақ, y-дің түбірлері плюс-минус 8 болады да. Уже бұл y-ді квадрат көріп тұрғаннан кейін, ол уже квадрат теңесіп болғаннан кейін, оны міндетті түрде интервал әдісіне саламыз, иә? Яғни бізде мынау минус 8, мынау бізде плюс 8, плюс, минус, плюс, бізге плюс аралық керек, значит, мына жер мен мына жер. Демек, мына функцияның мәндері болса минус 8-тен минус 8-ге дейін, 8-ден плюс 8-ге болады. Түсіндіре алдым ба ойымды? Сұрақ бар ма жоқ па мынаған байланысты? Барлығы осылай шалып кете беретінін көрдің ғой. Мәселен, мынандай да ситуациялар бар, жігіттер. Яғни 4 дәреже бізді қорқытпау керек қой, көрдіңдер ма? Кәдімгідей дискриминант тауып кете бересіңдер. Мынандай да жағдай бар екен айтқым келіп тұрмын. 22-ші есеп мысалға. Y тең 5x квадрат минус 10. Y-ді өткіздің былай қарайым. Яғни 5x квадрат минус 10 минус y тең болады 0-ге. Қара, дискриминант b деп біз x-ің алдында санда айтатын b жоқ қой бізде, байқатсыңдар ма? X жоқ, значит b жоқ. Онда мен 0 дей салам оны. Бұның рөлінде 0 тұр деп ойлаймын. 0-ді квадраттайын, минус 4 еселенген, а-ның рөлінде 5 тұр, с-ның рөлінде минус 10 минус y тұр вообще-то. Түсіндіре алдым ба ойымды? Қайталап айтам, түсінбей қалсаң. Қара, мен мына y-ді мына бетке өткіздім, сонда 5x квадрат минус 10 минус y тең 0. Мына екеуі біргелікте с-ның рөлінде тұр. Анау x квадраттың алдындағы а-ның рөлінде тұр, b жоқ, значит. b жоқ болса жоғалсын, орда 0 қоя саламыз. Түсіндіре алған шығар ма ойымды, иә? Сондықтан 0-дің квадраты минус 4 еселенген, а-ның рөлінде 5 тұр, с-ның рөлінде минус 10 минус y тұр. Жетті ойым? Ары қарап, значит, мынау минус 20, минус 10, минус y 0-ден үлкен немесе тең. Минус 20-ны мидашпен мына бетке бөлу қылып жіберейік. 0-ден минус 20-ға бөлсем қанша болады? 0 болады. Сосын не болады? Не үшін ауысты ол? 20-ның алдында терсам тұрғандық үшін, иә? Минус 10-ны қарай өткізіп жіберем, плюс 10 болады, бірінші өткізіп алайық. Сосын барып, мына минусына қалақтырған кезде, минус 10 болады, бірақ қайтадан былай қарап алса деген. Сонда бізде минус 10-нан бастап плюс x кейін болса деген мәндер болса. Жетті ма ойым? Даже x-ің алдында b болмай қалатын ситуацияларды да кете береді екен біз. 20 Бетейін, сіздің сұрағыңызға былай жауап берейін. Бізде квадраттық теңдеудің негізгі формасы ax квадрат плюс bx плюс s тең 0. Егер сенің y-ің x квадраттың алдында тұрса, ол кімнің рөлінде тұр деген сөз? А-ның рөлінде тұр деген сөз. Түсіндіре алдың ба? X-ің алдында тұрса, кімнің рөлінде тұр деген сөз? Оның рөлінде. Ал x терсіз без ничего просто тұрса, онда ол с-ның рөлінде тұр. Келісе алдық. Түсіндіңіз ба? Сұрақтарыңызға жауап таптыңыздар ғой, иә? Мәселен, мынандай жағдайды қарастырайық. 29-ші есеп сияқты есеп.
x квадрат қосылған 4. Жоқ, бар. Мына қарай көбейтіп саламыз, қара. yx квадрат қосылған 7y тең x квадрат қосылған 4. Мұқият тыңда, өте мұқият тыңда. Мынаны өткізіп жібереміз, yx квадраттың қасына минус x квадрат барады, 7y-дің қасына плюс 4 минус 4 болып барады. Мына екеуінен x квадратты сыртқа шығарып жіберуім керек болып тұр мен қазір. Жақшаның ішіне y азайтылған 1 қалады сол кезде. Қосылған 7 y азайтылған 4 болады. Енді мән беріп қара. Осы жерде y минус 1 сенде a-ның рөлінде тұр, ал мынау менде с-ның рөлінде тұр. Кім жоқ? Бұл жоқ. Сонда дискриминант таққанда нерде 0-дің квадрат деп аламыз. Минус 4 еселенген, мынау менде y минус 1, 7y азайтылған 4 болады. От осының барлығын алғанда 0 екен немесе тең деймін. Яғни минус 4, y азайтылған 1, 7y азайтылған 4, 0-ден үлкен немесе тең. Минус 4 мына жаққа бөлу өтетін болса, бөлу болып кетеді, таңба ауыса салады. Дұрыс па? Енді мынау бізде бонусқа берілген есеп сияқты болу керек қой. Түбірлер өйткені біз түбірлерін сразу таба саламыз. Мынаның түбірі 1, мынанікі 4 бөлінген 7. Яғни 4 бөлінген 7 бірінші жазылады. Сосын 1 одан кейін жазылады. Плюс минус плюс па, әлде минус плюс минус па? Қақтан біліңдер? Оң мен оңды көбейтсең қазір оң саншылады. Сондықтан оң, теріс, оң болады. Бізге қандай аралық керек? 7-тен 4-тен бастап 1-ге дейін болады. Енді қара, жауаптарын мына мін беріп қараса, дәл осы жауапта 1-ді жай жақша қып қойған. Хотя бізде тек жақша болу керек. Енді осы сұрақпен бәрі сендер келесілер, мен қазір түсіндіре қойын. Неге ол 1-ді қабылдамайды? Допустим, 1-ді қабылдасын деп ойлайық. Значит, 1-ді қабылдайтын мен 1-ді қоя аламын ғой. Нерге 1 қойсам, оны яққа көбейтілген кезде x квадрат қосылған 7 тең x квадрат қосылған 4 болады, дұрыс па? Екі беттен x квадраттар қысқарып кетеді да, не қалады? 7 тең 4 деген нәрсе қалады. 7 мен 4-тің тең екені рас па, өтірік па? Өтірік. Значит, y 1-ді қабылдамайды ғой онда. Y-ге 1-ді қабылдайды десем өтірік болып қалады да. Сондықтан именно сондай ситуацияда мен 1-ді қабылдатқызбай жүремін де, сонда 7-тен 4-тен бастап 1-ге дейін болса. Жеткізе алдым ба ойымды? Анау біріншідегі дей ма? Жоқ. Бұның бөлшегіне қарап сен сөйтіп ойлап қалуың мүмкін да, бірақ сен бүйтіп түсінсей. Бұл жерде x-та квадрат болғандығы үшін, бөлшек болғандығы үшін емес, x-та квадрат болғандығы үшін біз дискриминант қалып келіп қондың ба сонда? Олай істей алмайсың, сен қазір түбірді аласың, үйтесің, бүйтесің, в общем, ол әңгімесі көбейіп кетеді ол жерде ше. X квадрат минус 7 болса ше? Какая разница? X квадрат минус 7 болса. Ол нені өзгертеді? Яқта. Түсіндің ғой, нәр минус 7 болса, значит, нәр минус 7 болады. Нәр минус 7 болады, нәр же минус 7 болады. Не өзгертеді ол? Нәрде минус 7? Минус 7 керек минус 4 болады да? Ол еш нәрсе өзгертпейді ол. Ол просто нақары өзгереді де, сәл екі жақ қарап кете ма, то ли бірдеме болады. Түсіндің ба? Ол ода тұрған нәрсе жоқ, ол шығарыла береді. Так. Пауза.